Билет ақшасы. Анам және әкеммен циркке билет алу үшін кезекте тұрған едік. Сәлден соң кезегіміз жылжып, билет кассасымен арамызда бір ғана отбасы қалған еді. Бұлардың 12 жасқа жетпеген 8 баласы бар еді. Баршылық ішінде өмір сүрмейтіні жағдайларынан белгіледі. Үстерінде киімдері бағалы еместі, бірақ тап-таза еді. Балалар әкесінің артынан екі-екіден қол ұстасып, тәрбиелі түрде қатармен тұрды. Жүздерінен қуаныш, қобалжу сезімдер білініп тұрды. Пілдерді көретінін, қызықты, ерекше нәрселер болатынын бір-біріне айтып жатты. Бұрын соңды циркке бармағандар сөздерінен білініп тұр. Аналары мен әкесі мақтанышпен қол ұстасып, ең алда тұрды.